Сәлеметсіздер ме? Бүгін өздеріңізге дәрілік өсімдіктер жөніндегі шеріліп жатқан кеңесімізде арнайы алтын тамыр өсімдігімен танысамыз. Алтын тамыр өсімдігінің басқаша аттары қызыл марал, қызыл боз кілем, шығыс Шинжаң қызыл маралы, шатқал шөбі, жерлік жасаң дейтін көптеген аттары бар. Жалпы алғанда бұл көк марал тұқымдасы қызыл марал туысына жататын көп жылдық шөптесін өсімдік. Әдетте бұның гүлінің сабағының биіктігі 20-30 сантиметр айналасында болады. Жалпы бұның шөбі, тамыры кептіріп алып күз айларында жинап алғаннан кейін құрғатып, турап, тазалап істетіледі. Бұның негізінен алғанда тамыры дәріге істетіледі. Әдетте істетілу мөлшері 3-6 грамм айналасында болады. Алтын тамыр кермек дәмді, жылырайлы, жүрекке, бауырға, қанды қуаттандыруға, қан айнасын жақсартуға істетіледі. Әдетте бұл Алтай, Тянь-Шань тауларында, әсіресе мынау Құмыл, Баркөл өңіріндегі тауларда біршама молырақ болады екен. Бұл енді жалпы қандай сырқаттарға істетіледі? Дәрі материалы әрі азықтыққа да істетілетін материал. Сондықтан бұл тотығуға, шаршауға, оттегі жетіспеуге, төзімділіктің төмендеуіне, сонымен бірге мына иммунитет қуатты реттеу, жүрек қан тамырларын қорғау сияқты ролдарға ие. Әсіресе мына үстірт әсері дейді ғой, осыған өте жақсы. Мәселен, шаршап тұру, әлсіздік қатарларға көбірек қолданылады. Жүрек қан тамырларына да қосымша ем ретінде қолданылады. Мұнда бірінші бұл тотығуға қарсы тұратын өте жақсы, яғни адамдардың кәртеуін баяулататын, еркін радикалдарды жақсы тазалайтын жақсы өсімдік деп айтуға болады. Онан кейін шаршағанға қарсы тұрады, төзімділігіңізді арттырады, кейбір әрекеттерге төзімсіздік мәселелерін қалпына келтіру, дене қуатын күшейту, ми қуатының шектен тыс сарып болуын бәсеңдетуге пайдалы. Оттегі жетіспеу, әсіресе мына үстірт өңірлердегі төзімділік, мәселен биік өңірлерге барған кездегі оттегі жетіспеуден шаршап шалдығу, үстірттік реакция кейбір адамдарға жасайтын. Осыдан сақтануда, осыны бәсеңдетуде жақсы өнімділікке ие. Төртінші жақтан бұл иммунитет функцияны теңшейді, организмдердің вирусқа, инфекциялануға қарсы қуатын жоғарылатады. Бесінші жақтан бұл қан тамыр жүйесін қорғайды, яғни қан тамырды кеңейту, қанның жауыспақтығын төмендету, қан қысымын реттеу, қандағы майды теңшеу жақтарда, артерияның қатайының алдын алу жақтарында көптеген ролдарға ие. Ол бастысы үстірт әсерінен болатын бас айналу, тыныс тарылу, дәрменсіздену сияқты оттегі жетіспеу белгілеріне өте жақсы ұрылатқарады. Сосын мынау созылмалы шаршау, кейбір мәселен үнемі дәрмені құрып шаршап жүретін, есте сақтау қабілеті төмендеп кеткен, зейін жерде шоғырланбайтын адамдарға қарата да жақсы емдік ролға ие. Сонымен бірге қайта тұмау рататын, әпірестің денсаулығы қалпына келу баяу жақсы болмайтын адамдарға да өте жақсы. Алайда бұны істеткен кезде албат істетуден сақтану, сөз жоқ доктордан жүйелі кеңес алу, дәрі өзін істетуден сақтану керек. Енді дәрі өзін істеткен кезде бұны көбінде қайнатып немесе талқандатып алып істетеді. Мұнда тыйым салынатын мәселелер жүкті әйелдер, омырауды баласы бар адамдар, әсіресе сезімтал адамдар, әсіресе иммунитет кейбір ауруларға шалдыққандар сөз жоқ шипагердің айтуы бойынша істету. Жеке дара шөптің өзін істетуден абай болу керек. Мұнда жалпы алғанда дәрілік кейбір шипажақтары да бар, бұның тақтап жасалған капсулалары тағы басқа деген секілді. Бұл әдетте сол 3-6 грамм айналасында істетіледі. Қалыптан тыс істетуге немесе ұзақ уақыт істетуден сақтану керек. Онан кейін дәрі ішіп жүрген адамдар бұны албат істетуден сақтану керек. Өйткені дәрілердің өзара әсері болады, жағдайлар болады. Сондықтан сіз мәселен жүрек ауруыңыз болып, жүрек қан тамыр ауруларына қатысты дәрілерді істетіп жүрген болсаңыз, ол дәрілерге ролды күшейтіп жіберу немесе кері әсер беру секілді ойламаған жайттардың тууынан сақтану керек. Жалпы алғанда алтын тамыр жылырайлы, жағымды дәрілік өсімдік ретінде қолданылады. Істету мөлшеріне сөз жоқ, көңіл бөлу керек. Сау саламатта болыңыздар, ауырып сырқамаңыздар, өсімдіктерді дұрыс танып жүріңіздер.